Қайырлы күн. Менің ең соңғы оқыған кітабым Збигнев Бжезинскийдің кітабы болатын. Поляк ұлтының жазушысы ағылшын жерінде тұрғандықтан ұлы шахмат тақтасы деген кітап жазған екен. Әрине, дәл сол түпнұсқа түрінде оқи алмадық, оның қазақша түрдегі аудармасын оқыған болатын. Бұл кітаптың маған ұнаған себебі, кітаптың тілі аса ауыр емес, көпшілік қалың бұқараға арнап жазылған. Және кітап батыстық көзқараста жазылған. Себебі жазушысы адам батыстық болғаннан кейін батыстық көзқараста жазылған. Кітаптың мазмұнына келер болсақ, кіріспесінде ақш мемлекеті жайлы айтылады. Және ақшты бүгінгі таңдағы гегемон мемлекеттердің бірі ретінде көрсеткен. Және де ақштың өзге де державалармен қарым-қатынастарын, бүгінгі таңдағы саяси ойынды өте толық шебер жеткізе білген. Кітаптың өзінің атауына келейік. Кітап ұлы шахмат тақтасы деп аталады. Яғни шахмат дегеніміз бұл ойын болғандықтан, ақштан өзге мемлекеттерді де осы ойынның ойыншылары ретінде қарастырады да, ал бүкіл әлемді осы ұлы шахмат тақтасы деп алып қарайды кітапты. Және осы ірі мемлекеттердің өзара қарым-қатынасын осы шахмат ойынына теңейді. Және кітап өз ішінде бірнеше тарауларға бөлінген, тараулар атаулармен белгіленген, және де әр тарау осы кітаптың мағынасын аша түсетіндей. Себебі осы тарауларға ат қою арқылы, жеке-жеке талдау жасау арқылы автор өзінің ойын толыққанды жеткізе білген. Жалпыдан жалпыға өтетін сәттері көп. Және кітаптың қорытынды ойына келер болсақ, бұл кітапта ақшты бүкіл әлемге танытумен қатар, оның үлкен державалармен болашақта да тығыз қарым-қатынаста және достық қарым-қатынас орнату керек. Яғни бүкіл әлемдік келісімге келу керек деген мағынада ұстанып жазылған. Жалпы өзіме жақсы әсер етті. ақшты тануымызға, ақштың танылмаған, көрінбеген бұрын қырларын, байқамаған қырларын осы кітап арқылы танып білдік деп айтуға толықтай негіз бар.